Облыста коронавирус инфекциясына қарсы иммундау жұмысы жалғасып жатыр. Біздің телеарнаның түсірілім тобы ақтөбеліктердің екпеге деген көзқарасын білді. Қала тұрғындарының көбі вакцинация мәселесінде белсенді азаматтық ұстаным танытып, өзгелерді де иммундаудан өтуге шақырды. Мамандар аурудан сақтану үшін екпе алудың маңыздылығын жиі айтады. Содан болса керек, ақ халаттылардың сөзіне иланғандар, өмір қауіпсіздігін ойлағандар вакцина салдырып жатыр. Бәрі де алғашқы күндері бойды әлсіздік билегенімен, мұның қалыпты әсер екенін нық ұғынған. Бір ай көлемі болып қалды, бір айдан асты. Спутникті алдым. Сері ешқандай берген жоқ. Пока. Нормально, жақсы. Енді бірінші алғанда шамалы не болады кішкене. Температура. Енді адам денсаулығына, өзінің денсаулығына өзіне керек қой, денсаулық бастысы. Енді біреуге кіші әсер берсе, ол өзі тексеру керек те жалпы. Халық арасында екпе алмаған тұрғын да кездесті. Олар әлі күнге дейін екі ұдай ойда жүргенін айтады. Енді бір нәрсенің нақты білімін білмегеннен кейін, оны былай деп айту қиын да, нақты білмегеннен кейінше. Сосын оған нейтрально қараймын. Вакцина салдырған студенттерде вакцинаның маңызын түсініп, халықты иммундау шарасына белсенді қатысуға шақырды. Вакцина алған ол осы қауіпті кезеңде ауру тараған уақытта ол вакцина ол бірден бір көмектесетін құрал деп санаймын. Негізі дұрыс. Қазір вакцина алу деген қай жерге барсаң да вакцина алу керек қой. Сол алған дұрыс деп ойлаймын. Айтып өтейік, вакцинаның бірінші компонентін алғандар 300 мыңнан асса, ал екі компонентін салғандар саны 250 мыңға жуықтады. Гүлсезім Әбдіжәлел, Аманжол Айтмағамбетов, Ақтөбе телеарнасы.